Бүгін Инстазонда Қайрат Нұртас анасына арнап бейнебаян түсірді. Елка жанкүйерлерін концертіне шақырды. Пэрис Хилтон Хэллоуинді тойлады. Толығырақ дәл қазір көріңіздер. Қайрат Нұртас ауыртпалы анамды деп аталатын әніне бейнебаян түсіріп, жанкүйерлерінің назарына ұсынды. Ал желідегі жарияланымнан байқағаныңыздай бейнеклипке әншінің отбасы түскен. Бақытты отбасына қызығушылар көп. 281 мың рет қаралған видео. Әнші Елка Мәскеуде концертін өткізді. Ал оған дейін Инста парақшасы арқылы кешке оқырмандарын шақырып, аздап уайымдап, сахнада ән салып жатқанын ойша елестетіп жатқанын жазды. Оқырмандары да бірден жауап ретінде Елизаветаға қарай бара жатқандарын жазған. Пэрис Хилтон Хэллоуин мерекесін тойлады. Сұлудың киімі қорқынышты емес, керісінше періште бейнесінде. Жарияланымды бір сағатта 561 мың жан қарап, 300-ге жуығы ойлармен бөліскен. Бүгінге осы, кездескенше.